Ассалаумағалейкум, армысыздар санаға сөйлеудің аса құрметті көрермендері. Елдің ертеңгі болашағының иесі бүгінгі өсіп келе жатқан жастар екені баршаға белгілі. Кезінде Мысыр сұлтаны дүниежүзі ғылымының екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздан сұрап дейді: сіз ұламасыз, ұлы ұстазсыз, біздің елдің болашағын бір болжап беріңізші деді. Сонда Әбу Насыр бабамыз ойланбастан: онда маған ең алдымен жастарыңды көрсет деген екен. Онда айтпақшы ойы сіздерге де түсінікті олар. Егер сол бабамызбен кездескен Мысыр елінің жастары еңбекқор, білімге құштар, ұйымшыл, ізденімпаз, сондай алға басар болса, Мысыр елінің болашағы жарқын болады деп соған қарап қана айтатын еді. Ал керісінше болғанда жастар жаңағы ойын сауық құмар, ойсыз, қамсыз, қарекетсіз, тек бүгінімен ғана өмір сүріп жатса, ол елдің болашағы бұлыңғыр болатынын айта салатын деді. Ол енді бір қиын емес қой әрине. Енді бізде де міне Қазақстан болашағынан үлкен үміт күтіп отырмыз. Қазақстанның жаңағы бұрынғы билігінен де жасалған сондай алысқа сермеген стратегиялық бағдарламалар болды ғой. Қазақстан 2030, Қазақстан 2050-ге дейін жасап тастады. Әрине енді жақсы ертегі, ол ертегіге де сенгіміз-ақ келді. Бірақ уақыт көрсетті, ол айтылғандардың бәрінің ауылы алыста. Енді мына өсіп келе жатқан жастар, мына елдің тізгінін ұстап отырған кәрілердің орнын басады уақыт заңы. Сол кезде ел болашағы қалай болмақшы? Оған да сол Әбу Насыр бабамыз сияқты бүгінгі жастарға бір көз салып көрейік. Барлығымыз да ұл-қыз өсіріп отырмыз. Айналадағы өсіп келе жатқан қалың жастарды қарап жүрміз. Енді бәріне топырақ шашқандық емес, өз дәуірінің жастары, өздерінің арман талғамы бар. Әртүрлі айналысып жүрген тірлігі бар, енді білім алып жатыр. Әр саладан да мықты жастар өсіп келе жатыр. Жалпы алды шетелге шығып, үлкен университеттерден білім алуда, мектеп қабырғасында жүріп те небір жаңағы өнер тапқан, өнер табыстарын патенттеп үлгерген балалар қаншама. Енді оны хабардан барлықтарыңыз білесіздер. Десе де, енді жалпы жағынан айтсақ қалай? Мынау енді идеология, ұлттық идеология болмағандықтан, менің ойымша жалпы жастардың отаншылдық, ұлтшылдық сезімі кем соғып жатады. Көбінде жеке тұлғалық дамуды басты назарда ұстайды екен. Біраз енді студенттермен жаңа кездесіп жүреміз. Осы мектеп қабырғасындағы балаларда да міне сабақ береміз, арасында сұраймыз, сөйлесеміз арман мақсат туралы, елдің ертеңіне қалай қарайтындығы жөнінде. Бұлардың көзқарасы біздің бұрынғы дәуіріміздегі көзқарастан басқаша. Жеке тұлғалық дамуды басты орынға қояды. Енді бұл да болса әрине егемендік алғаннан кейін бұл тәуелсіздігіміздің, еркіндігіміздің арқасы шығар дейміз. Мойындау керекпіз, қалың ата-аналар қауымы, біз балаларды елің үшін, халқың үшін, ұлтың, отаның үшін қызмет ет дегеннен гөрі, біз көбінесе жеке тұлғалық дамуды айтамыз. Сен мынандай мамандық оқу, сонда сен жақсы жағдайда өмір сүресің, жақсы жалақы аласың, жақсы бақытты ғұмыр кешесің. Өзіңді басты орынға қой. Сен бір өмірге келген өзің жеке дара тұлғасың. Сен ешкім қайталай алмау керек. Сен басқаға ұқсамайсың деген сияқты айтамыз. Соның баланың санасына сіңіп өседі.
мен өзім басты орындамын. Мен тұлғалық даму керекпін. Сонымен жаңағы не көп бізде мына қаптап кеткен қалың тренерлер бар. Жаңағы қайткенде арман мақсатына жетуге болады, әр саладан қайткенде табысқа жетуге болады. Табысқа жетудің жаңағы төте жолдары, менің осындай неме курсыма қатынасыңыздар, немесе мынандай подробнее басып жаңағы менің дайын сабақтарымды тыңдаңыздар деп сатады. Оның бәрі бизнеске айналып кетті ғой қазір. Қаптаған қалың жаңағы адам болуды, бақытты болуды үйрететін, соған жол көрсететін бізде тренерлер өте көп. Саны жауыннан кейін саңырауқұлақтай қаптап кетті десек те болады. Содан біздің тәлім алып жүрген ұл қыздарымыз бар. Соларды тыңдайды. Сосын барып жаңағы жалпылық ойлаудан көрі жалқа жеке өз басын ойлау басты орынға шығып кетті. Бұл мынау менменшілдікті арттырып жатыр. Қара бастан қамын күйттеуді арттырып жатыр. Сосын былай қоғамға қарағанда да олар көріп отыр. Иә, олардың көзі ашық. Енді қазір мынау телефон арқылы бүкіл әлемге ақпараттан сусындап отыр ғой. Бізде жаңа жеменқорлық саланы, жалпы қоғамның ауыр дертіне айналған. Соны көріп отырған соң олар жаңағы керек болса, мүмкіндік болса, қысқа ғұмыр неге солай орайдан пайдаланып қалмасқа дейді. Енді біздің елімізде де басқа елдер сияқты анау мамандарымызды жетілдірейік деп болашақ бағдарламасы бар. Тағы түрлі шетелден оқуға гранттарды бөлдік қой. Ол да әділ бола қойған жоқ. Тағы да сол жеңішімен жалғасы осындай жоғарыдағы лауазымды шенеуніктердің, қалталылардың ұл қыздары кетіп жатты. Солардың бәрі сол жақтан білім алып келіп біздің елге еңбек етуде ме? Әрине ішінаралары нағыз патриоттық сезім барлары келді, еңбек етіп жүр. Ал басым көпшілігі сол оқыған елдерінде қалып қоюды көздейді. Көріп жүрсіздер, әзіргі жастардың көбі шетелде тұрғымыз келеді дейді. Дамыған Еуропа елдері, я мынау Малайзияда, Сингапурда, Америкада мысалы осындай жасағысы келеді. Ал мына отанның үшін неге еңбек етпейсіңдер, неге ошақтың болашағын байланыстырмайсыңдар деген сұраққалар. Енді бәрібір мен не өзгерте аламын? Қоғам тұтас қоғам солай болып жатса, мен елдің ертеңінен болашақ көріп тұрған жоқпын. Ол үшін мен қиналу керекпін ба? Мен бірінші өзім ойлау керекпін. Мен жақсы жағдайдағы мүмкіндік беретін елде өмір сүру керекпін деп сол жолды таңдайды екен. Көбі солай екен. Бұл да болса біздің сол жаңа ұлттық идеологияның болмауы, екінші отбасылы жаңа ата-аналардың жаңа тәрбиесінің дұрыс болмауы. Сосын үшіншіден мынау қоғамның ауыр дертіне айналған жемқорлықтың шектен шығуы. Осының бәрі біздің жастардың елдің ертеңіне сенбейтін негативті көзқарас қалыптастырып қойды. Одан кейін де біз өз балаларымызды тым аяп жаңағы оқу маман бол деп тықпылай береміз. Олардың жаңағы потенциал қандай, неге бейім қызығады. Бізге шетінен министр, депутат, бізде шетінен шалқып бай болған адамдар керек емес қой. Бізге қарапайым еңбек адамдар да керек әр саланың. Керек болса бізге жұмысшы керек, тазалықшы керек, сол құрылысшы керек. Бәріміз баламызды жоғарыға қарай сүйрей бергенде, ал мына жақтағы қарапайым қатарда өмір сүретін жұмысшылар қайдан болады сонда бізге? Біз қысқасы бір ғой, сүйреп салған тазы тұлқамас дейді ғой. Ол қанша тықпалағанмен өзі қатты қол жұмбаса, өзінің қызығатын мамандығын оқымаса, бала дамымайды. Ал жаңағы қарапайым еңбек адамдары тәрбиелей алмағандығымыз осы. Ең қарапайым сонда тәрбие алмады. Тәуелсіздіктен кейінгі міне ұл қыздарымыз 33-ге келіп отау иесі болып, олар да бала шаға болып жатыр ғой. Солардың үйін Өзбекстаннан келген өзбектер, Тәжікстаннан келген тәжіктердің сол 30-ның айналасындағы өздерімен замандас
тәуелсіздіктің құрдастары салып беріп жүр. Оны бізге жағдай жақсы болғандықтан салдырып жатқан жоқ, өзі сала алмайды. Қара еңбекке не қылмаған, атасы әбден ағалақ қылып тастаған. Кредит алады, ата-анасынан көмек алады, сөйтіп үйін салдырып жатыр. Құдай өз баспанасын өзі сала алмайтын халде. Енді қалай сонда? Олар ұл қыздарын енді бір еңбекке кереметтей бір тәрбиелей қояды дегенге сене алмаймын. Ал енді жаңағы ішіндегі жақсы оқыған таланттыларымыз шетелде қалып қойып жатыр. Патриоттық сезіммен елге қайтып жатқан шамалы. Енді кезінде Мұхтар Жәкішев энергетика министрі болды, өздеріңіз жақсы білесіздер. Америкада оқып, білім алып, сол жақта ядро физикасынан доктор болды ма, ғылыми жұмысы да сол жақта ғалымдардың назарын аударып, Америкада тұруға, қызмет етуге жағдайын жасамақшы болып, ғалымдар тобымен жұмыс жасап, зерттеумен айналысуға. Соған ол кезде ол саналы түрде бас тартқан жоқ. Мен осы алған біліммен барып отаныма еңбек етіп үлес қосамын, тер төгемін деп өзі еліне қайтып келді. Содан жаңа энергетика министрі болды, сол дәрежеге дейін көтеріліп. Бұл салада еңбек етті. Ақыры не болды? Мынау уранды Ресеймен бірігіп игереміз деген келісімге қосылмай, ол Жапониямен игеру керекпіз. Біз тәуелсіз ел ретінде өзіміздің қазба байлығымызды кіммен игеретінімізді өзіміз шешпесек несінде ел болып отырмыз деген. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев Путинменен іштей келісіп, енді бұл Путин сұрап отыр, біз іргедегі көршімізбен жұмыс жасайық. Мұхтар Жәкішев Москвада түсіндіріпті, қонақ үйде Назарбаевқа. Енді біз өзіміздің осындай қазба байлығымызды кіммен қандай жұмыс жасауды өзіміз шеше алмасақ не болды? Бізге Жапония жақсы мүмкіндік беріп отыр, және жақсы бағада алмақшы. Одан кейін артқа жаңа залалсыздандыру жұмыстарында олар өзі жүргізіп бермекші. Ал Ресей бізден арзанға сұрайды, және залалсыздандыру жұмысын жасамайды. Бізбен кім тиімді жұмыс жасайды, сонымен жасауды таңдамасақ не болып отырмыз деп кәдімгідей түсіндірген. Оған сол кезде сол Назарбаев иланған. Ертеңінде Путинмен кездескен кезде қайтадан басқаша көзқараста болған. Ал сол кезде кім Путинге де тайсалмай дәлелдеп айтып, болмаса мен бұл құжатқа қол қоя алмаймын, менің жұмыстан кетірмесе, енді табыс министрі болып отыратын болса, құжатқа қол қоймаймын деп өзінің қарсылығын ашық екеуінің алдында білдірген екен. Содан қайтып келгеннен кейін ол жаңа министрліктен түсті, басына жараланып, аяғы сотталып, міне 8 жылдай ма түрмеге жасып шықты. Көрдіңіз бе, міне елім деп келген ер азаматты сол кездегі билік солай сатып кетті, өмірін өксітті. Ол Америкада қалғанда ондай жағдайда болмас еді ғой. Ол танымал сол саланың мықты маманы, ғалымы болып еңбек етіп, жақсы жағдайда өмір сүретін еді. Нағыз еркін, демократиялы елде өмір сүретін еді. Ал өз еліне келгенде не болды міне? Өмірін өксітті, денсаулығын құртты. Тас түрмеде 8 жыл азаппен өмір өткізді ғой. Ал енді осыны көрген жастар нағыз патриоттықпен ел үшін еңбек етемін дей ала ма? Дей алмайды. Ол үшін жастарды қолдайтын, болашаққа дұрыс бағдар жасаған билік болу керек. Ұлттық идеология жүргізу керек. Шетелдегі жастар тарту. Ол жөнінде кезінде Қытай мықты жұмыс жасаған. 80 жылдардан кейін дұрыс бағытқа бет алып, шетелден мықты елдерден жаңағы әртүрлі мамандық иелерін топ-тобымен жіберіп оқытып, мемлекет қаражатымен, және оларды елге келген сол бойынша жұмысқа орналастырып, әрқайсысын маңызды саланың жауапты мамандары ретінде тағайындап, сонымен Қытай дамып бүгінге жетті. Көрдіңіз бе? Ал ол Түркияның да тәжірибесінде болған. Ататүрк Мұстафа Кемалдың заманында да түріктің жастарын шетелге жіберіп оқытып, олар да келіп түріктің жалпы мемлекеттік жаңа дамуын қолға алып бүгінге жеткізіп отыр. Ол осындай дамыған елдің бәрінде барып үдеріс. Оңтүстік Кореяда да сөйтіп арқылы міне бүгінге жетіп дамып әлемнің алдыңғы 10 елінің біріне кірген. Енді біз мынандай істеп отырмыз. Сондықтан жастарға кейде қалай кінә артасың. Бұл жерде бастысы биліктің дұрыс саясат жүргізбеуінің салдары. Жастарға мүмкіндік бермейді. Жаңағындай
тәуекелге барған жастарымыздың алды түрмеден бірақ шығып отырса қайдан. Одан кейін бізде ата-аналарымыз сол енді мына жағдайдан кейін біз жақсы, өзің жақсы болсаң болды, өзіңді өзің дамыт, сен өзің үшін өмір сүресің, тек өзің үшін күрес деген идея басты орында тұр. Біз соның жемісін жеп отырған ел екенбіз. Енді осы жағдайдан қалай шығамыз, ол туралы келер тақырыпта өздеріңізбен ой бөлісетін боламын. Құрметті қалың елім қазағым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы әр ретке ой бөлісуге жаңа комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып қойыңыздар. Өздеріңізге көптен көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.